Өмір иірімдері. Мұрат Кенжебаев. Бүгін болған оқиға. Аудандық кітапханадан Қашаған көшеге шығар тұста орта жастағы екі келіншек көліктің астына түсе жаздап қол көтере тоқтатты. «Я қарындастар, не болды сонша көлік ұмтылып? Таксист деген атым бар. Осы келе жатқанда кім қол көтереді екен деп тіміскілеп келем. Тоқтаймын ғой, жол болсын, қайда жол тарттық» дедім. «Ой аға, қатып қалдық» деп көлікке міне бастағаннан бір жағымсыз иіс мүңк етті. «Алтыншы ауылда бір дүкен бар, соған апаршы, ақшасын береміз, жаяу баруға біраз жер» деп жайғасып алды. Мынау сүргіннен шыққан қатындар ғой. Мыналардан соң көлікті тағы жуып аластау керек болды ғой дедім ішімнен. «Қарындастар, айта отырыңыздар, орталықтан сонау алтыншы ауылға бара жатсаңыздар үлкен дүкен болды ғой. Голд па, әлде сәлем ба, жүретін жолымды нақтылап алайын» деп тағы тықақтадым. «Ой аға, саспаңызшы, айтамыз өзіміз, сен баса бер, қатындардан қорықпайтын шығарсың» деп еперсі күлген болды. Олар ауыздарын ашып, орынсыз селкілдеп күлген сайын жаңағы иіс күшейіп кетеді. Өзім жақтағы терезен ашып аздап саңлау бердім. Ағайдың қызуы күшті, жұрт қатып өлейін деп жүрсе, бұл терезе ашып жүреді деп жалпақ бет сарыс тағы да ырғылдай күлді. «Құдай сөйлетпеш мына қатынды» деп мен келем қарғанып. «Әй, сен ұйықтап қалма, ақшаны алатын сен ғой қазір» деп қасындағы домалақ жүзді, бір кездері тостағандай болған, қазір іспектеніп тұрса да әдемілігін жоймаған ашаң жүзді келіншекті шынтағымен қаттылау түртіп қалды. Анау «Ай, деп шалапыла басшылық үй салды. Бет жүзі еміс-еміс есіме біреуді түсірді. Бірақ менің ойлап отырғаным, әдетте бұндай қатындардың ақшасы болмайды, болса да бермей ит қылады. Үсті бастарын әлем састып қашанғы салғасасың, құрсын деп алмай кетесің, мен содан қорқып келем. Айтқан дүкендеріне келдік. Олар түсуге ыңғайланғаннан: «Қыздар, 400 теңгелеріңді төлеңдер де аман жүріңдер, мен кетем» деп алдын ала бастадым. Көліктен түсіп алғасын жаңағы жалпақ сары: «Ағай, айттым ғой, саспа, Жулка төлейді ақшаңды. Мына дүкеннен ақша аламыз, сосын төлейді, сосын бізді тағы бір жерге жақындатып таста, полный расчет жасаймыз» дегесін. «Жақсы, оны көрейік» дедім ішімнен. Екеуі тіркесе сүйенсе дүкенге кіріп кетті. Дүкен болғанда қисық көшенің қоңырқай камогы тап адам қызығып сауда жасардай емес. Екеуі кіріп кетті. Мен күтіп отырым. Мен бір қайбір шыдамды адаммын. 4 минуттан соңдарынан кірдім. Кірсем, дүкеншіме мына екеуі салғыласып тұр. Түсінгенім, қарызға арақпен тіске басар сұрайды. Сатушы әйел бұрын қалғандарыңды төлеңдер деп бет бақтырмайды. Сатушы жалпақ сарының аузын аштыратын емес. «Әй, сен мүлдем сөйлеме, сенің қарызға сұрайтын бетің жоқ. Мына Жулканы неге алдыңа салып келесің? Ұялмайсың ба? Қашанғы осының ақшасын пайдаланасың» деп анаған ұрысқан болып жатыр. Жалпақ сарыңа ұрысқан былай тұрсын, таңкімен бассаң да қыңқытайын деп тұрған жоқ. «Әй, сен не? Мені жұрттың көзінше ылғи қарызғы шетінде қылып, асып алғанда атаулы әлеуметтік көмек, саудаңды да жүргізіп, арақ талып беріп жүрмін ғой. Не бүгін өзіңше болып тұрсың? Берсейші, қарызға талай алып беріп жүрміз ғой» деп құрметле сөйледі. Осы арада мен сөзге келіктім. «Қыздар, арақ ішесіңдер ме, көшеде жатасыңдар ма, шаруам жоқ, менің ақшамды төлең» деп ашулана бастадым. Осы сәтте әлгі Жулка дегені сатушы әйелге жақындап барып бірдеңе деді. Анауда арзан арақтардың бірін суырып бере салды. Шығар есікке жақындап келді де маған қарап: «Бәрі дұрыс мәке, орталыққа жеткізіп сал. Ақшаңды берем, жас жігіттер сияқты жұтынып тұрсың ғой. Сен әлгі 71-дегі Мұрат емессің бе?» деді. Менің қысық көзім барынша үлкейген шығар. «Кім мынау? Менің осындай танысым бар ма еді» деген ой миымды тілгілеп, ақтарып қуыс-қуысын қопарып жатты. «Жақсы, есіме бір түсерсің» деп өзіне сенімді болып тұрған адамға менде де сенім пайда болды. Екеуін отырғызып алып орталыққа кеттім. Майлин мен Қашаған көшелерінің қиылысындағы бағдаршамда екеуі айтысып бастады. «Саржалпақ базарға соғайық» дейді. «Жулкас корпусқа үйге» дейді. Әрі қарай мен де шыдамадым. Оның үстіне ана алқаш иісі отырғызар емес. 56-ның артына тоқтай қалып: «Түсің-ай, надайыл қылдыңдар ғой, әрі қарай жаяу барың» деп түрімді барынша қорқынышты қылып екеуіне қарап едім. Саржалпақ үнсіз қалды. Жулкас көзін төңкеріп, домалақ жүзімен жымиып: «Мәке, танымадың ба сонымен?
біз осы міне осындай болдық деген сол екен, есіме естелік жарқ етті. Құдай-ау, мынау сол? Иә, сол Жұлдызай. Бір кездегі бозбала атаулы түгел ғашық болған Жұлдызай. Өнерпаз биші Жұлдызай. Әбден тағдыр талқысына түскені көрініп тұр. Бір кездері ойнақшып, оттай жанып тұрған көздерінен болар болмас сәуле қалыпты. Бұл тағдыр кімді аяған? Мүлт кеткенді мүжіп тастап, екі шайнап бір түкіріп тастайтын қатал өмір кімді аясын? Бұл қуарақ қаншама замандасымды жалмап кетті. Бұл арақтың араны қаншама армандарда жалға апарды. Өзім де сол арақ деген ажырағаның апанынан кейін қайттым емес пе? Құрмай, не болып кеткенсің? Бір кезде ақпантик тағынған адам затының сұлуы, балауса балғын қыз едің. Қазіргі түрің мынау деп бір сәт ойланып қалып едім. Мәке, болды, ойланба. Құрдасың өмірінде бір рет мінген екен көлігіңе. Қарыз қылып жазып қой. Айдың басында ақша алам, хабарлас, берем. Көп болса 800 теңге шығар. Онда да үйге дейін апармадың деп, саржалпақты итере-митере көліктен түсіп қалды. Ештеңе ойлағам жоқ. Мың сан ой мен мың сан естелік басымды дыңылдатып үйге келдім. Балама көлікті тазалап, дезодорант сеуіп қойшы дедім де, үйге кіріп жатып қалдым. Тек бір ой мазалайды. Біздің ұрпақ, КСРО-дан егемен Қазақстанға өткен ұрпақ неден қателестік? Өмірдің иірімдерінен шыға алмай қалғандарда сол біздің замандастар. Не болған бізге? Мұрат Кенжебаев. Оқыған Сұңғат Ғазизұлы.